басамыз. Содан кейін мына тұрған не виза деп тұр, осыны басасыздар. Немесе мына фотоаппаратты бассаңыздар сіздерге. Содан кейін карталарымызды осылайша сканер етеміз. Одан кейін мына тұрған қызыл иероглифті басамыз. Осылайша карталар тіркелетін болады. Одан мынаны басасыздар, болды. Одан басқаннан кейін мына жерге аттарыңызды жазасыздар. Мына тұрған жерге картаңыздың қай жылы аяқталатыны, сол 2026-ны қай жылы жарамында соны жазасыздар. Одан мына жерге телефон кодтан әрқайсының телефон штамбалап картаңыздың артында тұратын болады. Одан кейін мына тұрған қызыл иероглифті басамыз. Өздеріңіз 6 сандық кодты ойластыратын боласыздар. Мысалы 44258 деген секілді. Бұл деген сөз, сіздер әрбір товар заказ берген кезде осы кодты белгілеу және арттағы цифри код, яғни штамбалы санды белгілеу арқылы счетыңыздың ақшасы шешілетін болады.